Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз шығыс пирогын жасайтын боламыз. Құрамы ұн, май, қант, қопсытқыш, жұмыртқа. Салмасы қызыл өрік, жаңғақ, мейіз, сгущенка. Ұнымызды алып, үй температурасында тұрған майымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан соң қантымызды саламыз, қопсытқышымызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Және де жұмыртқаны, кішкентай болса жұмыртқа, 2 жұмыртқа қолдансаңыздар болады, үлкен болса 1-еуі жетеді. Өстіп дайындап, пленкамен орап қоямыз. 10-15 минут тұру керек. Дайын болған нанымызды алып, қалыпқа осылай жайып шығамыз. Әдемі ғып жайып аламыз. Дайын болған нанымыздың үстіне салмасын салып шығамыз. Ең бірінші кептірілген өрік, мейіз және де жаңғақты осылай салып шықтым. Үстіне сгущенкамызды осылай құйдым. 180 градусқа 30 минутта осылай пісіріп алдым. Өте керемет, дәмді, жұмсақ болып пісіп шықты. Жасап көрулеріңізге болады. Өте керемет, дәмді. Сіздерге ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.